Бишкек қаласында өткен 2010-2011 жылы туған ұлдар мен қыздар арасындағы халықаралық турнирде Жамбыл облысы Қордай ауданына қарасты Сарыбұлақ ауылының нөмір 3 қолдобы үйірмесінің жасөспірімдері үздік-үштіктен көрініп, қола жүлдені иеленді. Дүбірлі додада түрлі елдерден келген командалар бақ сынап тартысты ойын өрнегін көрсетті. Соған қарамастан қордайлық өрендер өз шеберлігін дәлелдеп, жоғарғы нәтиже көрсете алды. Жас спортшыларды жарысқа дайындаған жаттықтырушы Османова Сұлтан оның жетекшілігімен команда үйлесімді ойын көрсетіп, жүлделі орынға қол жеткізді. Айта кетейік, бұл жетістік өңір спортшыларының табандылығы мен жүйелі жаттығудың нәтижесі. Жасөспірімдер көрші ел төрінде ел намысын абыроймен қорғап, көк туымызды биікке көтерді. Қазақстандық мерген Әсем Орынбай стенд атудан өткен әлем кубогында үздік нәтиже көрсетіп, алтын медаль жеңіп алды. Халықаралық додада ол әйелдер арасындағы скит бағдарламасында қарсыластарының оқ бойы озып, финалда жоғарғы дәлдік танытты. Шешуші сәтте тартыс өте шиеленісті өтті. Жеңімпаз қосымша атыс барысында анықталған. Осы кезеңде Орынбай қарсыласынан басым түсіп, жеңісті жұлып алды. Жарысқа әлемнің ондаған елінен жүздеген спортшы қатысып, әрбір ұпай үшін күрес жүрді. Осындай деңгейдегі бәсекеде қазақстандық спортшының топ жаруы үлкен жетістік. Айта кетейік, Әсем Орынбай бұл жеңіс арқылы тек алтын медаль иеленіп қана қоймай, жарыс барысында жоғарғы көрсеткіш тіркеп, өз нәтижесімен ерекшеленді. Бұл оның халықаралық аренадағы орнын тағы бір мәрте айқындап берді. Осылайша қазақстандық мерген әлемдік додада ел намысын абыроймен қорғап, көк туды биікке желбіретті. Ауыр атлетикадан алдағы Азия чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды. Ұлттық құрама сапына ел ішіндегі іріктеу жарыстарының қорытындысы бойынша үздік нәтиже көрсеткен спортшылар енгізілді. Бұл дода құрлық деңгейіндегі басты бәсекелердің бірі болғандықтан, әрбір салмақта ең мықтыларға басымдық берілген. Мамандардың айтуынша құраманы жасақтауға спортшылардың соңғы нәтижелері мен дайындығы басты назарға алынған. Осылайша Азия чемпионатында ел намысын қорғайтын зілтеміршілер толық анықталып отыр. Айта кетейік, құрлық біріншілігі халықаралық деңгейдегі маңызды сынардың бірі. Бұл жарыста көрсеткен нәтиже алдағы ірі турнирге жол ашуы мүмкін. Қазақстандық шахматшы Алуа Нұрман халықаралық шахмат федерациясының нұсқасы бойынша әлемдік рейтингте екінші орынға тұрақтады. Отандасымыз соңғы жарыстарда жоғарғы нәтиже көрсетіп, рейтингте ұпай санын еселей түскен. Соның нәтижесінде әлемдік үздік шахматшылар қатарында алдыңғы орындарға көтеріліп отыр. Мамандардың айтуынша бұл көрсеткіш жүйелі дайындық пен тұрақты ойын тәжірибесінің жемісі. Алуа Нұрман бұған дейін де халықаралық турнирлерде жүлделі орындар алып, өз деңгейін дәлелдеп келген. Айта кетейік, әлемдік рейтингтегі мұндай жоғарғы орын қазақстандық шахматшы мектебі үшін де маңызды жетістік. Лондондық Арсенал клубы араға 20 жыл салып, УЕФА Чемпиондар лигасының финалына шықты. Жартылай финалда ағылшын клубы Мадридтік Атлетикомен 2 матч қорытындысы бойынша басым түсті. Қарымта кездесуде жалғыз голды Букайо Сака соғып, командасына шешуші жеңіс сыйлады. Қос ойынның нәтижесінде Арсенал 2-1 есебімен алға шықты. Кездесу тартысты өтті. Испаниялық клуб таразы басын теңестіруге бірнеше мүмкіндік алғанымен, лондондықтар қорғаныста сауатты ойнап, басымдықты уыстан шығармады. Осылайша Микель Артета баптайтын ұжым Чемпиондар лигасының финалына өз тарихында екінші жолдама алып отыр. Бұған дейін Арсенал 2006 жылы финалда ойнап, бірақ жеңіске жете алмаған еді.